Отырғыңыз келсе, бақыт тағында, гүл жайнайын десең кексе шағыңда. Балаң айтқаныңа жүрген уағыңда тәрбие берейік, ата-аналар. Баланы жастан деген дана бабалар, жаман перзент жардың бойын жағалар, сүрніккенде дос дұшпаның табалар, қызды қадағалаң, ата-аналар. Ұлы қызың телефонға үңілер, көзі түнде ойынларға тігілер, кешіккен соң бәлент қаддың бүгілер, мұғалімді тыңлаң, ата-аналар. Олды қызды жібермеңлер еркіне, көргенлісі көрік қосар көркіңе, жуенсізі ылай жағар бөркіңе. Жақсы перзент тажың, ата-аналар. Жаман әдетлерді кетер жағыслап, қарамасаң ығып кетер ағыслап, жүрмен дейсіз бар жоғымды бағышлап, соңынан өкінбең, ата-аналар. Перзент үшін теңі тайсыз қалқанлар, ол қыз үшін жаны піда дәрханлар, ерке перзент сені қырға арқанлар. Бейпаруа болмаңлар, ата-аналар. Мұғалімнің жағасынан аласыз, сәл кейсе түрлі жолға саласыз, өктемсіп бір майдан көклеп қаласыз. Бұл қандай тәрбие, ата-аналар? Қоразың талай кеш шақырмады ма? Ұяттан бетке күйе жағылмады ма? Мұғалім өзлеріңе бақырмады ма? Ұмытып кеттіңіз бе, ата-аналар? Мехір мұру беттен шетлеп барамыз. Күннен күнге суып барар араңыз, телефоннан жақын емес баламыз. Келешек не болар, ата-аналар? Уақыт зыңғыр күннен күнге тезлесіп, жаманға қалмағай ол қыз кезлесіп, абырой таппассаң әргіз жүзлесіп. Түбарлы болың, ата-аналар. Көп отырсаң телефонды сипалап, коммент жазып айтсасаң қиқалап, ең соңында басыңызды уқалап, ғапылда қалмайық, ата-аналар.